Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз табиғаттағы зат айналымы тақырыбымен танысатын боламыз. Су айналымы қалай жүреді? Булану. Күннің жылуынан теңіз, көл, өзендердегі су буға айналып көтеріледі. Конденсация – су буының қоюлануы. Көтерілген су буы салқындап бұлттарға айналады. Жауын-шашын. Бұлттар ауырлаған кезде жаңбыр, қар, бұршақ түрінде жерге түседі. Судың жиналуы. Түскен су өзендер мен көлдерге ағады. Жерге сіңіп, жер асты суларына айналады. Қайтадан мұхитқа құяды. Қайта булану. Су қайтадан буланып, айналым жалғаса береді. Құнарлы топырақ қалай пайда болады? Орманда өсімдіктер өседі. Жануарлар өсімдіктермен қоректенеді. Өсімдіктер мен жануарлар өлгеннен кейін олардың қалдықтарын саңырауқұлақтар, бактериялар, жауынқұрттар ыдыратады. Ыдырау нәтижесінде органикалық емес заттар түзіліп, олар топыраққа сіңеді. Осылайша топырақ құнарлы болады. Неліктен арқар мен қасқырды тұтынушы дейміз? Арқар өсімдіктермен қоректенеді, ол бірінші қатардағы тұтынушы. Қасқыр арқар сияқты жануарларды жейді, ол екінші қатардағы тұтынушы. Себебі олар дайын органикалық затпен қоректенеді, өздері қорек өндірмейді. Үшінші қатардағы тұтынушы болуы мүмкін бе? Иә, болуы мүмкін. Қандай жағдайда? Егер қасқырды немесе басқа жыртқышты одан да ірі жыртқыш жесе. Нақты мысал. Өсімдік арқар, қасқыр арыстан. Бұл жағдайда арқар бір қатардағы тұтынушы. Қасқыр екі қатардағы тұтынушы. Арыстан үш қатардағы тұтынушы. Қандай жағдайда үшінші қатардағы тұтынушы болмайды? Егер қоректік тізбек өсімдік шөп қоректі жыртқыш деңгейінде тоқтаса, онда үшінші қатардағы тұтынушы болмайды. Продуценттер. Продуценттер күн сәулесінің энергиясын пайдаланып, биорганикалық заттардан органикалық зат түзетін тірі ағзалар. Мысалы, жасыл өсімдіктер, балдырлар. Консументтер. Консументтер дайын органикалық заттармен қоректенетін тірі ағзалар. Мысалы, шөп қоректі және жыртқыш жануарлар, адам. Редуценттер. Редуценттер өлген өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын ыдыратып, оларды қайтадан биорганикалық заттарға айналдыратын тірі ағзалар. Мысалы, бактериялар, саңырауқұлақтар, жауынқұрттар. Бір зат айналымы деген не? Оның табиғаттағы рөлі қандай? Зат айналымы заттардың табиғатта бір ағзадан екінші ағзаға, топырақ пен ауаға өтіп, қайта айналып отыруы. Рөлі. Табиғаттағы тепе-теңдікті сақтайды. Өсімдіктер мен жануарлардың өмір сүруін қамтамасыз етеді. Қоректік заттар таусылып кетпейді. Екі зат айналымына қатысатын тірі ағзаларды атаңдар. Өндірушілер өсімдіктер. Тұтынушылар жануарлар. Ыдыратушылар саңырауқұлақтар, бактериялар, жауынқұрттар. Үш ормандағы зат айналымына қатысуына мысал келтір. Ағаш өсімдік күн сәулесімен органикалық зат түзеді. Бұғы өсімдікті жейді. Қасқыр бұғыны жейді. Өлген ағзаларды саңырауқұлақтар мен бактериялар ыдыратады. Қоректік заттар топыраққа қайтып өсімдікке сіңеді. 4.98 суреттегі бағыттар нені білдіреді? Заттардың бір ағзадан екінші ағзаға өтуін. Органикалық және биорганикалық заттардың айналуын көрсетеді. 5 зат айналымы тоқтап қалуы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес. Егер айналым тоқтаса, тіршілік жойылады. 6 игі тапсырмаға лайық қысқа ой. Судың бір тамшысы буланып, бұлтқа айналып, жаңбыр болып жерге түседі. Ол өсімдікке сіңіп, жануарға өтеді. Осылай су мен заттар үнемі айналып жүреді. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.